Бас ауырып балтыр сыздағанда ғана дәрігер еске түседі. Жайшылықта саулық сақшыларының еңбегін ескере бермейміз. Біз бүгін дәрігер мамандығының қыр-сырына қанығамыз. Әрине, қатты қобалжып тұрмын, себебі дәрігер деген жауапкершілігі өте жоғары, ғажап мамандықтардың бірі. Себебі науқастың тәнін де, жанын да емдейтін ол дәрігер. Бүгін қызықты болады деп сенемін. Сәлеметсіз ба? Мен Гүлхан, сіздерде бүгін дәрігер қызметін атқарамын. Біріншіден Гүлхан дәрігер болу үшін білімді болу керек. Екіншіден науқастармен тіл табыса білу керек. Сол себептен мен сізге көрсетейін, науқастармен таныстырып, давлениесін өлшеп, қан қысымын және де отделение көрсетіп таныстырайын науқастармен. Жүріңіз. Жақсы. Әсем әнімен тыңдарманның ыстығы ықыласына бөленген Гүлхан науқастардың көңілін табалар мекен? Сәлеметсіз ба? Мынау фондоскоп деген. Бұмен біз жүректің тынысын естиміз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, болады. Енді әрине біз бала кезімізде дәрігер болып ойнайтынбыз, бірақ бүгін нағыз дәрігердің осы құралымен тыңдаған өте қызық екен. Жүрек соғысын тыңдау, әрине ол бір сөзбен жеткізе алмайтын дүние. Білекті маманның кеңесін қалт жібермей тыңдаған дәрігер Гүлхан үшін емделушінің өмірі бәрінен қымбат екенін жақсы түсінеді. Сіздің қан қысымыңыз 120-да 80-ді көрсетіп тұр. Ол деген жақсы деген сөз. Әлемдегі ең жас дәрігер палестиналық Экбал Асад 14 жасында бакалаврды үздік аяқтап, 20 жасында докторлық дәрежеге жеткен. Жалпы науқасқа укол салу, ол мейірбикенің жұмысы болғанмен, кез келген дәрігер укол сала білу керек. Соны мен бүгін үйренгім келіп тұр. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Біріншіден бұл жерде кез келген кірген адамдар, медицина қызметкерлері маска киеді. Екіншіден қол жуу ережелері. Мейірбике қауырт жұмысына қарамастан әуесқой дәрігердің тілегін орындап, науқастарға дәрегу мен дәрі берудің ережелерін түсіндіріп берді. Мына шприцқа дәрімізді алып болғаннан кейін инені кіргіземіз. Инемізді кигіздік, енді қалпағын шешеміз. Міне дәріміз дайын, біз мақсатымызға жеттік. 100 триллион жасушадан тұратын адам денесінің 60%-ын су құрайды. 1% су жетіспесе, адам ерекше шөлдейді. Менің қолымда науқастар жайында барлық мәлімет жазылған журнал бар. Сол арқылы бүгін біз қазір науқастардың жағдайларын біліп шығамыз. Сәлеметсіз ба? Атыңыз кім? Карима. Карим апай, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір. Сізге берілетін анықтама, сіздің денсаулығыңыз жақсы, тек үнемі жақсы көңіл күйде жүруіңіз керек. Ұзақ жасаңыз. Ойбай, ұзақты. Бұл Құдайдың берген жасын жасайын жарығы. Анель, сәлем. Сәлеметсіз ба? Көңіл күйің қалай? Тамаша. Саған бүгін дәрігер ретінде беретін тілек, анықтама. Үнемі жақсы көңіл күйде жүруің керек, уақытылы демалу керек, уақытылы тамақтану керек, жылы жүру керек, спортпен шұғылдану керек, сонда үнемі деніңіз сау болады. Жалпы денсаулығыңыз мықты болсын деп тілеймін сізге. Рахмет. Дәрігер болу өте қиын екенін мен бүгін түсіндім, себебі науқастармен жұмыс жасау, олардың көңіл күйін бақылау әрине оңай шаруа емес. Сондықтан айтарым, ескерілмей жүрген мамандықты ескере жүрейік.